4 января, когда в Алматы силовики стали массово переходить на сторону народа, Назарбаев и Токаев начали терять контроль над силовиками. Ситуация вышла из-под их контроля. Тогда Назарбаев и Токаев поняли, что без помощи Путина им не справиться, и только его поддержка может помочь им удержаться у власти. 4 қаңтардан бастап Назарбаев пен Тоқаев түсінеді екен, ахуал олардың жанағынан шығып жатыр, қарамағынан контроль жасалмайтын болып, Путинге шағымданды дейді. Бұл уақытта Назарбаев қайда? Бұл уақытта Назарбаев Мәскеуде тұтқында отыр. Мен бұл жөнінде бірнеше бейне қойдым, дәлел көрсеттім. Бұл кейін 15-17 қаңтарда бірақ шықты. Және де қайдан шықты? Мәскеуде Қазақстан елшілігінің кабинетінде сол жерде отырып бейне жазды. Ол бейне жазған тікелей эфир емес, монтаж жасалынған болды. Бұл жерде Мұхтар Әблязов дегенде өзі бұлардың қасында болғандай Назарбаев пен Тоқаев осындай қимыл жасап жатыр, әрекет жасап жатыр дейді. Қашанда Назарбаевтың ешқандай рөлі жоқ. Ал Тоқаев ол бұрыннан білді, бәрі жоспарланған, бұрыннан бұл диверсант нақты,